Мәрттік азаматтың атағын аспанға шығаратын дүлей күш. Мәрттікпен аты шыққан Атымтай Жомарттың бәйгенің алдын бермес сүлік қара сәйгүлігі болыпты дейді заманында. Арғымақтың атағымен даңқы патшаның құлағына тез жетеді. Қанша сұраса да сұрағанын беріп сатып алыңдар деп уәзірін жұмсапты. Сау етіп кере қалған 10 шақты адамды құдайы қонақ көрген Атымтай пышағын алып далаға шығып кетеді. Біраз уақыттан соң ет тепседі. Қарны ашып келген қонақтар дәмді етті тауысып бола берген кезде үй иесі қонақтардан: «Не шаруамен келіп едіңіздер, мырзалар?» десе, «Сіздің сүлік қара сәйгүлігіңізге құда түсіп келдік», депті келген қонақтың бірі. «Жаңа ғана жеп тауысқан дәмді ас сіздерге бұйырған сол жануардың етеді, айыпқа бұйырмаңыздар. Қонақ қыдырып жүреді, артынан қызыр шұбырып жүреді деген емес пе? Құдайы қонағым аш кеткенше, одан да өзім жаяу жүрейін деп шештім», деген екен мәрт жігіт. Содан бастап ел ішінде астындағы жалғыз атын қонағына сойып берген Атымтай жігіт жомарт атаныпты. «Қайырымды істе, ағам Атымтайдан қалыспаймын» деп қанша тыраштансам да елде Жомарт деген атым шықпады деп інісі шешесіне өкпесін айтыпты бірде. Сонда Атымтай Жомарттың анасы: «Жомарттық адам беретін атақ емес, Құдай беретін қасиет» деген екен қартана. Сол айтпақшы, бүгінде қасиетті қазақтың даласында жүр ғой небір қазақтың Атымтай Жомарт жігіттері. Ел ішінде атаба атанып кеткен алып жігіттің мәрттігі жайында бір танысым майын тамызып айтып беріп еді. Талғатты уақытында бір коммерсант жігіт қомақты қаражатқа алдап кетеді. Іс бітеді, қу кетеді. Арыстанның аузын айға қаратып кеткен түлкідей әлгі адам бірнеше жыл ізім ғайым жоқ болыпты. Уақыт өте келе, әлгі жігіттің тау бөктерінде ат шаптырым ауласы бар. Зәулім үйде тұрып жатқаны жайында атабаға хабар келеді. Мекен жайын дәл тауып барса, сәскенің уақытында сәкіде шай ішіп отыр екен. Алып атабаны көріп, аузындағы асты жұта алмай қалды дейді әлгі жігіт. Талғаттың дастарханға жайғасқаны сол еді. Сол жерде ойнап жүрген үй иесінің 3-4 жасар 2-3 баласы бірі батырдың мойнына, бірі тізесіне, бірі иығына жабысты дейді. Балажан Талғаттың жүрегі жібіп қоя беріпті. $6 миллион да аз ақша емес. Бағың бар жігіт екенсің. Мына бүлдіршіндеріңнің болашағы үшін қидым саған сол ақшаны деп нанауыз тиіп орнынан тұрып кетті дейді әлгі азамат. Атабаның денесі қандай алып болса, жан дүниесі де сондай кеңеді. Бүгінде ішінде қыл айналмайтын жігіттерді көргенде алыптардың мәрттігі еріксіз еске түседі дейді танысым. Жарты құртын жарып жеп, бүтін құртын бөліп жеп тұрған жарлының мәртін көргенде: «Я тәңірім, мынаның екі дүниеде абыройын асыр» дейсің еріксіз. Мәрттік мейіріміңді оятады, абыройыңды асырады, айыбыңды жасырады. Сіз не дейсіз? Мақсат Ысқақов. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.